Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын муравейник тортын дайындаймыз. Міндетті түрде менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен ұнды, үстінен теркадан өткізілген сармайды саламыз. Бір жұмыртқа, үстінен бір ас қасық сметана саламыз. Қамырды біріктіріп илейміз. Қамырды июі қанғанша жақсылап илейміз. 1-2 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Дайын болған қамырды осылай пергамент қағазын төсеп, теркадан өткізіп, 200 градуста пешке саламыз. Беті қызарып піскеннен кейін астыңғы бөлігін піскен-піспегенін тексеріп, осылай бөліп аламыз дағы қайтадан пешке саламыз. Толық пісіп шықты. Енді осыны қолымызбен үгітіп аламыз. Қатты майда болып кетпегені жақсы болады. Бетіне сгущенка құйып, жақсылап араластырып аламыз. Дрожжеланияның сгущенкасы болса, дәмі вообще керемет болады. Кішкентай стаканның көмегімен осылай форма жасап шығарамыз. Бетіне қалауларыңыз бойынша осылай шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Менде қара шоколадпен ақ шоколадты қайнап тұрған суға ерітіп алдым дағы осылай жағып шықтым. Мен сіздермен муравейниктің өте оңай дайындалу жолымен бөлісіп жатырмын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.